Hoş geldіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы 3D редактордағы объектілердің моделдерін құру. Бүгінгі сабақтың мақсаты 3D редакторындағы объектілердің модельдерін құру. Әртүрлі программаларда өз өнімдерін тартымды әрі көрнекі болуын қамтамасыз ететін объектілер болады. Мысалға алатын болсақ, мәтіндік редакторға мәтіннен бөлек дыбыс, сурет, анимация, диаграмма, автофигуралар объектілерін ендіруге болады. Осындай объектілерді кірістірген объектілер немесе программалар деп атайды. Мұндай ішкі программалар SketchUp программасының мәзіріндегі окно, терезе бөлімінде орналасқан материалдар, компоненттер, стильдер, диалогты терезелерінің қызметімен танысамыз. Материалдар модулі. Бұл модуль программада құрастырылған модельді бояуға, объектінің сыртқы табиғи көрінісіне жақындатуға көмектеседі. Компоненттер және стильдер модульдері. Компоненттер модулінің көмегімен дайын объектілерді программаға кірістіреді. Іздеу жолағының көмегімен үш өлшемді немесе екі өлшемді модельдерінің дайын эскиздерін көшіріп алады. Стильдер модулі көмегімен құрастырылып жатқан объектінің бейнелеу стилін өзгерте аламыз. Бүгінгі алған сабақтағы білімімізді пысықтау үшін оқулықтағы практикада қолдану бөліміндегі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмада SketchUp программасының құралдарын пайдаланып параллелепипед құрастыр. Ол үшін біз SketchUp бағдарламасын іске қосамыз. Пайда болған терезеден өзімізге қажетті шаблон таңдаймыз. Бұл жерде бізге простой шаблон метрий таңдаймыз. Программаның терезесі ашылғаннан кейін прямоугольник тіктұртпыш батырмасын таңдап, жұмыс алаңында тіктұртпыш сызып аламыз. Тіктұртпыш сызып алғаннан кейін тяни толкай тарту, итеру батырмасы арқылы көлемді фигура салып аламыз. Көлемді фигураны салып алғаннан кейін тапсырмадағы келесі әрекеттерді орындаймыз. Ол үшін бізге материалдар модуліндегі кирпич, облицовка и ошивка бөліміне кіреміз. Осы жерден параллелепипед қабырғаларын кирпичпен бояймыз. Қалған қабырғаларды бояу үшін вращение батырмасын таңдап, моделімізді бұрып, боялмаған қабырғалар бетін қаратып аламыз. Қабырғаларды бояп болғаннан кейін келесі әрекет параллелепипед төбесін кровля бөліміндегі черепицамен қаптау керек. Кровля бөліміндегі черепицамен қаптаймыз. Осылайынан біз параллелепипедтің моделін сызып алдық. Екінші тапсырмада малға арналған жайылым қоршауының моделін құрастыру керек. Ол үшін біз бірінші тапсырмадағыдай прямоугольник сызып аламыз. Прямоугольник сызып алғаннан кейін тяни толкай, яғни тарту итеру батырмасы арқылы көлемді фигура сызып аламыз. Салып аламыз көлемді фигура. Көлемді фигура салып алғаннан кейін маған смещение батырмасын қызметі қажет. Бұл батырма
май жайылым қоршауын жасау үшін көп көмегін тигізеді. Енді ары қарай осы моделімізді бояп шынайы түрге келтіру үшін бізге материалдар бөлім модуліне кіруіміз қажет. Бұл жерде растительность и ограждение бөліміне кіруіміз қажет. Бұл жерден ограждение шарбағымыздың түрін таңдап аламыз. Сосын жайылымның түсін таңдаймыз. Міне балалар, менде осындай мал жайылымы қоршаудың моделі пайда болды. Балалар, бүгінгі сабақта SketchUp бағдарламасында жұмыс жасауды үйрендік. Бүгінгі сабақ сіздер үшін пайдалы әрі қызықты болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.